Нысана театрын ортаға шақырамыз. Қошеметтеріңіз! Hanımlar мен mırzalar, Duduman sahnesine alğaç rep. Nısanaның жөтері тек қана сіздер үшін. Ең соңғы сән үлгісіндегі киім коллекциясын ұсынады. Көйлек $1000 Armani'дікі. Шалбар $2000 Armani'дікі. Пиджак $3000 Armani'дікі. Туфли $5000 Armani'дікі. Armani деген мен. Не ғой жігіттер естіп жүре береміз, киімдерін қайтасыңдар шетер киіп. Сай бар бәрі. Сау, көңілсіз тұрса, көтеруге көңілдім. Жігіттер келіп қалды. Қалай, жағдайлар қалай, жүрмісіңдер шаршамай. Ал бізде бәрі жақсы. Кетті! Аспанға самға, қуанып шаттанайық. Шапалақ соғайық. Барша жанға жақсы тілек айтайық. Бақытты болайық. Бәрекелді. Кешара ханымдар мен мырзалар, сәлем достар. Нысана театры алғаш рет Дудуман сахнасында біз сіздермен танысып, қауышып атқанымызға өте қуаныштымыз. Енді біз өзімізді таныстыра кететін болсақ, біздің жігіттер өздерінің мінез құлқысына, өздерінің киген киіміне, жүріс тұрысына қарай әрқайсысы әр нәрсенің символы. Мысалға, маған келетін болсақ, мысалға мен енді жігіттер менімен толық келісетін жер деп ойлаймын. Мен енді не ғой енді? Әдеміліктің символымын да енді. Рас қой? Қалай? Мен әдемілік символ. Мысалға мына жерде отырған қыздардың бәрі білесіңдер ме, кімді көру үшін келді? Мені көру үшін келіп отыр, білесіңдер ме? Сендер қойсы. Ей, рас айтам, қыздар нені жақсы көреді? Қыздар әдемілік жақсы көреді. Дұрыс па? Сол үшін мен үшін келіп отыр. Дұрыс па, әдемі қыздар? Сен қыз неменеге деп атсың? Әдемі қыз деді ғой. Аға, ассалаумағалейкум, кешіріңіз. Абай, қалай сен үшін келіп отыр? Біле білсең, о Дудуманның концертіне келіп отқан қыздардың барлығы мен үшін келіп отыр. Қалай? Себебі мен осы театрда тоқшылықтың символы. Сен өзің ойласа, осы концертке де мысалға қарны аш адам келе ме концертке? Қарны тоқ адам келеді концертке. Дұрыс па қыздар? Көрдің ба, мына жерде қанша қабақ қыз отырмын? Ана, сен фанатың ау деймін. Не болды? Вулканнан тұрып атыр. Жай же. Дальше сен ненің символсың? Мен анау. Не ол? Не ол? Жындылықтың символы. Саған қандай қыздар келеді сонда? Қояшы қыздар бар ма? Көрдің ба, біз көппіз. Жоқ, мақұл ғой. Бізге біреу де болса, деді ғой. Бір жігіттер үн шықпай қалды ғой. Соны айтам мен. Маңғайып қалды ғой. Қалай айтады енді бұл? Ұялады ғой. Өзім айтайын. Өзім айтайын. Естір. Қымбатты достар, қыздар, жігіттер, біздің театрымызда бізде мәди. Бұл енді ұрысқақтықтың символы, иә? Ұрысқақтықтың символы. Жоқ, жігіттер, сіздер қателесіп отырсыңдар. Қандай ұрысқақтықтың? Мен керісінше ұрысқақ емес, қарапайымдылықтың символы деп айтсаңдаршы. Ең қарапайым мен қараларымды. Мысалға, Абай, сен айтып жатсың, бұл жерге тек қана әдемі қыздар келеді дейді. Жарас айтады, бұл жерге тек қана тоқ қыздар келеді. Ана общем болып кетті, шайтан қыздар бір біле деп кетті. Бұндай жерге жігіттер біле білсеңдер, тек қана қазақтың қарапайым қыздар келеді. Дұрыс па қыздар? Мақтағаннан кейін адам құсап ұрсаңдаршы деймін, не білемін. Сендерді айтып жатырмын ғой, мен қарапайым қыздарды. Бол, Мади. Стамашы мені. Стама, ешкім стамаған, мен сен де стама, түсінің бе?
Қарапайымдылық ашуланып жатыр. Ашуланған ашуланбаған дұрыс па? Қарапайым қыздар деп әжептәуір айтып жатырмын. Отыр. қойшы мәди болды. Мәди. Сама деді мен саған не? Мен сен айтып жатсың маған ұрысқақтықтың символы деп. Мен саған бір рет болсын ұрыстым ба абай осы уақытқа дейін? Жоқ, ұрысқан жоқсың. Дұрыстап айтсаң ұрыстым ба ұрыспадым ба? Ұрысқан жоқсың мәди. Жарас, мен саған бір рет болсын айқайладым ба? Жоқ. Иә ма жоқ па дұрыстап айтса? Иә. Сен өзің айтшы, мен ненің символымын айтшы өзің. Мәди, мен өзім білмей қалдым бар ғой. Соған қарағанда сен түсініспеушіліктің символысың ауысың. Мен де сендер не үшін өйтіп айтатынын түсінбеймін бар ғой. Басынан бастап жынданбашы мәди. Болды, қойыңдаршы. Жынданбашы. Сендердікі дұрыс па? Айтпақшы бізде Нұрбол ненің символы? Нұрбол жоқшылықтың символы. Қалай сонда? Енді қарасай, е бой жоқ, е ой жоқ, е өз жоқ. Жоқшылықтың символы маған. Қайда жүр? Шақырайық та оны. Мынау, Нұрбол, бергесе бер. Не істеп жүр мынау? Не істеп жүр? Не деген рахат мынау. Не деген кайф мынау. Абай атамыз қалай кайф ұстау керек екенін білген екен ғой, а? Құлақтан кіріп бойдалар деген осы екен мына. Жоқ, Нұрбол, енді сен мына шығып, келіп, құлағыңды шұқып, не сол енді? Не, шығып алып, сенің құлағың шығу керек пе еді, сонда не? Шықтықты шығудық не болды? Жай, не болды саған? Не? Жай? Жай емес, не ал, не? Ерекспекшісің мен емен? Ал ерексің ол, не демексің ал? Нұрбол, бетіңді айыр жіберем қазір, Мен сенің бетіңді қазір айыр жіберем, бауырым. Бетіңді айыр жіберем дедім, Нұрбол қазір. Мен сенің қазір бетіңді бір қоя айыр жіберем, Айыр жіберем бетіңді. Мен сенің бетіңді бір қоя айырып қалды мен сырт бастаймын, Жуырда хабар арнасынан көріңіздер. Бетпе-бет бағдарламасы. Бәрекелді, достар, енді біз театрымыздың болашақтың символдарын ортаға шақырым келіп жатыр. Жігіттер, келіңдерші ортаға. Біздің театрымыздың болашақтың символдары. Сонымен, болашақтың символдары көз алдарыңызға елестетіп отырыңыздар. Қысқа ғана миниатюра ломбардта болған жағдай. Саламатсыз ба? Саламатсыз. Ломбард па? Ломбард. Бірден айтам, аккумулятор, тері, темір, ноутбук қалды мен. Жоқ, мен алтын өткізуге келем ағана. Ақша керек болды. Алтын сағатым бар еді. Сағатым бұдан кейін жүзік бар, сол екеуін өткізіп бір ақша керек болды. 30 мың теңгедей ақша керек болды, 30 мың теңге. 30 мың теңге? Грамм алтыннан болады. Есептеп беріңізші соны. Шықса дұрыс болады енді. 25 мың бұл. 25 мың? 10 мың жетпей ма? 10 мың жетпейді. Алтын тіс аласыз ба? Алтын тіс, таз алтын ғой, алтын тіс. Кән? Жоқ, аузымдағы. Аузымда, жылып алу керек қой? Жылып алу керек. Амал жоқ, ақша керек. Плас көп ұсталып қойды қазір. Қолмен ал. Көрсеңші. Қайсы, нама? Жоқ, Мараттікі ғой. Қазір. Кім? Тілің сәл тартып тұрасың ба? Артық. Не істесіз? Ет. Ет па? Айбай, немді тістеп, жапсып. Тұтса алам. Алдыңды ма? 31 мың болды тазы. Берсеңші ақшаны. Ақшаң міне. Несесің бұл ақшаң? Түс салдырам ғой. Достар, биыл біздің тәуелсіздігімізге 25 жыл толып жатыр. Осы мерекемен құттықтап, біздің шетелдерден не бір лауазымды адамдар келіп жатыр. Соның ең біріншісін қабыл алыңыздар. Біздің тәуелсіздігімізді ең бірінші болып мойындаған Түркия президенті Тайып Ердоған мырза. Ассалаумағалейкум. Мына Қазақстан Республикасының 25 жылғы бірін тәбриклаймыз. Мұбарак болсын. Рахмет, Тайып мырза, рахмет. Ал енді біздің көршіміз Ресей Федерациясының президенті Владимир Владимирович Путин мырза. Қарсы алыңыздар, достар. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Я от души хочу поздравить с 25-летием независимости Казахстана всех шымкентцев. Господин Путин, почему именно чимкентцев? Потому что я, когда прилетаю в Казахстан, хоть в Астану, хоть в Алмату, меня всегда встречают именно чимкентцы. Что смеешься? Тоже чимкентский, да? Да. Откуда? С Туркестана. Мы, оказывается, бөлешки. Вот недавно вот в Астане, в кафе «Шымкент», меня пригласил один чимкентский. Ну, я, конечно, согласился. Но почему-то за счет заплатил я. Не знаю, что-то. Фред. Все.
Я верю в будущее Казахстана, потому что будущее Казахстана верит весь мир. С праздником. Большое спасибо. Владимир Владимирович Путин. Ladies and gentlemen, the next congratulations, ex-president the United States of America, Mr. George Bush. Негізі мен аудармашымды Буш мырза душқа кеткен ғой. Хабарлап қалғанша құрыш шыққанша билеп шығайын деген бұл өзі де шығып қалған шығар. Сонымен қарсы алыңыздар, Джордж Буш! I won. Yes. Good evening, ladies and gentlemen. Қайырлы кеш ханымдар дейді. And gentlemen. Және қасындағылар дейді. Wow. Hello, baby. Wow. Сәлем Күлпаш. дейді. The city of New York governation, my friend. Алматы қаласының әкімі менің жан досым дейді. Very good. Конкретный жігіт дейді. Boom, chiki. Анда-санда бірге қуатымыз бар дейді. My little brother in Pampers, my big girl in Tampax, and Wimpex, and my friend, okay, obey, oh my, в общем, сармай. Және де дейді. Қалай және де мен сонша сөз айттым, және де дедім. Айтса жағдай жоқ, президент түсіп жоқ жағдай. Бәрін аудара берейін ба? Бәрін аудар. Буш мырза айтады, Қазақстан Республикасының 25 жылдығына орай әрбір қазақстандыққа бір телефон, бір планшет, бір машина сыйға тартам дейді. I swear! Нан ұрсын деп жатыр, естіп жатсыздар. Oh my God! Құдай ұрсын деп жатыр, өзінен айтып жатыр. Oh no! Иә деп қоймай жатыр. Okay, sing a song for Kazakhstan people for you. Қазақстандықтарға бір жақсылап бір ән жолдасам деп отыр. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 дейді. Shake it out, you can go, let me see. Tax your wax to the window when I play. The fault, in the back, to the half, to the fork, to the half, to the fork. Over sing a man with time, with my space to the back, up on the fly. You I am all the time, good to know me. I'm not everybody. Wow, George Bush. No. I'm sorry. Құкетін. Құмандар, жігіттер, бол, жиналыңдар. Біз бауыр емеспіз, қумауымыз керек қой, біз бауыр емеспіз. Бауыр екенімізді айтпаймыз. Сөз соңында айтайын дегеніміз, біз енді Нысана театрында жігіттер 9 жылдан бері шыны керек бір-бірімізбен араласып, ағайындай болып, бауырдай болып кеткенбіз. Біз не болса да бір-бірімізге көмектесіп жабылып қаламыз да. Мысалға өткенде жарас үй соғып еді, төбесі жабылмаған еді. Бәріміз асарлатып, жабылып, үйін жауып тастадық. Өткенде абайға бір ақша керек болып қалып еді, бәріміз жабылып ақша жинап бердік мысалға. Өткенде мысалы Нұрболдың машинасы бұзылып қалып еді, бәріміз жабылып, итеріп, оталдырып жібердік. Біз не болса да жабылып істейміз себебі біз нысанамыз. Тамашы. Не болды, жарас? Жоқ, абай сен неғып осы бауырымыз десе болды, мен құшақтайсың деп. Бауырымыз деген. Ой, шамай қош етіп кер жоқ, бауырым. Не болды, дәңгер мұна? Қойшы, қолың ауыр, мен де бүйтіп кетeceğim. Не болды сендерге бауырымыз деп? Қастан сондайсың, машина. Сөйлей берме. Қалайсың? Маған маған келгенде жабылмаймыз, домик мен. Біз не болса да жабылып істейміз себебі біз Нысана театрымыз. Бәріміз бірге достар, ән айтайық. Қарамайтын жасқа ду-думан, бөлінбейтін ұлтқа ду-думан, шекарасы шексіз ду-думан мәңгі. Ду-думан деген мәңгі, ду-думан деген мәңді. Ду-думан ол күйі, ду-думан ол күйі, ду-думансыз өмірді досқа сүру, ду-думан деген мәңгі.